Баршаңызға сәлем достар. Бүгін әпкем пісірген керемет дәмді нанның рецептімен бөлісетін боламыз. 2 форма нан шығу үшін ыдысымызға 1 литр жылы су құямыз, 2 шай қасық тұз саламыз, және де 1 шай қасық толтырмай құрғақ аштық саламыз. Мінекей осылайша ұнымыз салып, қамырды араластырамыз. Ұнды көз мөлшерімен саламыз. Қамыр өте қатты болмай, жұмсақ болғанға дейін араластырып, жұмсақ қамыр жасап аламыз. Мінекей достар, осылайша қамырымызды илеп алдық, және де қолымызға сұйық майды құйып, осылайша қамырды басып аламыз. Қамыр әлде қолыңызға жабысуы мүмкін, бірақ маймен осылайша жұмсақ қылдырып басып алсаңыз, қамыр өте жұмсақ әрі әдемі болып көтеріледі. Мінекей қамырымызды жұмсақ қылдырып маймен басып алдық. Ендеше қақпағын жауып, қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге орап алып қоямыз. Ал мінекей достар, қамырымыз өте әдемі болып көтерілді. Ендеше табақшаға су құйып алып, қолымызды осылайша малып, нанымызды, қамырымызды жаңағыдай тағы да басып аламыз. Қамыр көріп тұрғандағымыздай өте жұмсақ. Осылайша басып аламыз, және де 2-ге бөліп, формамызды майлап алып, қамырымызды саламыз. Мінекей достар, осылайша формадағы нанымызды да 15 минутқа қойып, көтеріп аламыз. Содан соң қызып тұрған пешке орташа отқа нанымызды пісіріп аламыз. Нанымыз өте әдемі, үлкен және де дәмді болып шығады. Осылайша пісіріп көріңіздер, өте оңай рецепт. Менің каналымда видеолар ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.